Колоректальды қатерлі ісік тоқ шекті зақымдайды. Оны ерте сатыларда анықтау өте қиын. Себебі ешқандай ауру белгілері жоқ. Ерте сатыларда анықталған колоректальды қатерлі ісігі 90% жағдайларда толық емделеді. Ерте анықтау үшін скринингтен өту қажет. Гемокульт тесті бұл скринингтік әдіс және адам өмірін сақтап қала алады. Бұл нәжісті жинау арқылы қатерлі ісікті диагностикалаудың неғұрлым қарапайым әрі нақты әдісі болып келеді. Колоректальды қатерлі ісік әлемде таралуы бойынша 3-ші орында алады. Скрининг қатерлі ісікті ерте сатысында анықтаудың негізгі әдісі болып табылады. Қазақстанда колоректальды қатерлі ісік скринингі 50-70 жас аралығындағы ерлер мен әйелдер арасында жүргізіледі. Тест толығымен тегін. Барлық шығындарды мемлекет өтейді. Міндетті түрде тесттен өтіңіз.